Сәлем достар! Бүгін неміс философы Иммануил Кант өмірінен алынған қызықты жұмбақ. Иммануил Кант уақытқа өте ұқыпты болған деседі. Көршілері оның келе жатқанын көрсе, сағат қанша болғанын біле берген екен. Бір күні кешке үйіне келген Кант үйінде қабырғадағы сағатының қалып қойғанын байқайды. Қалтасындағы сағатына қарайын десе, оны жөндеуге берген екен. Көп абыржымай, Кант көрші досының үйіне барып білуді ұйғарады. Бір шақырым жерде орналасқан досының үйіне келіп, бірден қабырғада тұрған сағатқа қарайды. Досымен сөйлесіп, қал жағдайын сұрап болған соң, қайта сағатқа қарап, үйіне қайтады. Үйіне келе салып сағатын уақытын тура етіп қояды. Ал достар, сіздерге сұрақ. Иммануил Кант қалайша уақытты тура етіп қойды? Жауабы: Кант үйде шығарда сағатын айналдырып қойған. Досының үйіне барған кезде, ол жақтағы сағатты көріп, үйіне келген кезде айырмашылығын қосып алып тура сағатты көрсеткен. Достар, бүгінгі жұмбақ сіздерге ұнады ма? Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпа. Келесі кездескенше сау бол!